Сәлеметсіздер ме? Мен Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік техникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Омарова Жұлдыз Келгенбайқызы. Бүгінгі қазақ тілі мен әдебиеті сабағымыздың тақырыбы Қадыр Мырза Әлі философ ақын, аралым өлеңі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты: мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды, ақпараттарды қысқаша түртіп жазу, жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіру. Поэзиялық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындау. Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құралдарды орынды қолданып тезис жазу. Ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдердегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау. Сабағымыздың мақсаты: Қадыр Мырза Әлінің өмір шығармашылығымен таныстыру, қазақ осы өлеңінің мазмұнын ашып, өлеңдегі негізгі ойды ұғындыру, ақынның аралым өлеңінің идеясын ашу, өлең жазудағы мақсатын анықтау. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері: мәтіннің негізгі идеясын, ақпараттарды қысқаша түртіп жазады, жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіреді. Поэзиялық шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындайды. Публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып тезис жазады. Мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін меңгереді, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдайды. Бүгінгі сабағымыздың сөздігін дәптерімізге жазып алайық. Ой түрткі: білу, жазылым бойынша бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: суретке қараңыздар. Бұл кісі кім? Оның бейнесін сипаттап жазыңыздар. Екінші сұрақ: ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген өлеңнің идеясы қандай? Осы өлеңнің авторы туралы не білесіздер? Үшінші сұрақ: экология тақырыбына жазылған қандай көркем шығармаларды білесіздер? Дескриптор: суретке қарап тұлғаны таниды, оның бейнесін сипаттап жазады және сұрақтарға жауап береді. Қадырды білмейтін қазақ жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де сөзін біледі. Түсіну: тыңдалым, жазылым бойынша екінші тапсырма. Бірінші аудиомәтінді тыңдап, берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Ақын қашан, қайда туған? Ақын қай оқу орнын бітірген? Ақын еңбек жолын қайда бастаған? Ақын қандай мекемелерде жұмыс істеген? Ақынның алғашқы өлеңі қай басылымда жарияланған? Тұңғыш жинағы қашан шыққан? Дескриптор: бірінші аудиомәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап береді. Қолдану: оқылым, жазылым, айтылым бойынша үшінші тапсырма. Берілген сілтемені басу арқылы ақын Қадыр Мырза Әлінің қазақ осы өлеңін әнімен тыңдаңыздар. Өлеңнің үзіндісін мәнерлеп оқыңыздар. Өлең бойынша өз түсінгендеріңізбен кластерді толтырыңыздар. Дескриптор: ақын Қадыр Мырза Әлінің қазақ осы өлеңін әнімен тыңдайды, өлең үзіндісін мәнерлеп оқиды, өлең бойынша түсінгенін кластерге толтырады. Талдау: тыңдалым, жазылым бойынша төртінші тапсырма. Екінші аудиомәтінді тыңдаңыздар. Берілген сұрақтарға жауап жазыңыздар. Бірінші сұрақ: арал сөзін естігенде ойыңа не келеді? Екінші сұрақ: арал теңізінің мәселесі ғаламдық деңгейде көтерілді ме? Үшінші сұрақ: аралдың қазіргі жағдайы туралы не білесің? Төртінші сұрақ: өлеңнен қандай көңіл күй байқадың? Бесінші сұрақ:
өлеңнің әні мен сөзі бір-біріне сәйкес келе ме? 6-шы сұрақ. Өлеңдегі айбыным, айбының, тулап, шөлге, шөккен сөздерінің синонимі немесе антонимдері болса, тауып жазыңыздар. Дескриптор. Аудиомәтінді тыңдайды, өлеңнен түсінгені бойынша берілген сұрақтарға жауап жазады. Синтез. Оқылым айтылым бойынша 5-ші тапсырма. Сұраулы сөйлемнің қайсысы өлеңнің қай жолдарына сәйкес келетінін айтыңыздар. Көктегі күн қайда қарайды? Жаған қандай күйде? Бұрынғы әдемілігің, қайратың қайда? Сенің арнаң қайта орнына келе ме? Осы сұрақтарға жауап іздеңіздер. Өлең жолдарын түсінігі бойынша талдау жасай алады. Бағалау. Тақырыпты инсерт оқыту стратегиясы бойынша талдаңыздар. Ойларыңызды қорытып жазыңыздар. Бұрыннан білемін. Менің ойлағаныма қайшы, кереғар. Мен үшін жаңа ақпарат. Келісе алмаймын. Дескриптор. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша қорытынды ойларын жинақтайды. Үйге тапсырма. Ойшыл қалпақтар, яғни арал тағдыры бойынша. Қалпақтардың қызметі. Арал тағдырына қатысты туындаған мәселелер туралы айтады. Арал мәселесін шешуге бағытталған шаралардың барысын айтады. Аралға байланысты жасалып жатқан шаралардың кемшіліктерін айтады. Аралдың оралуы не үшін тиімді болатынын айтады. Аралға жасалып жатқан шараларға қатысты эмоциясын білдіреді. Бақылап қорыту, айтылған ойды саралап талдайды. Сұрақтары. Аралға қатысты қандай мәселелерді білесің? Олардың қандай артықшылығы бар? Қандай кемшіліктері болуы мүмкін? Оның тиімді ету үшін не істеу керек? Осы мәселеге қалай қарайсың? Айтылған ойдан қандай қорытынды шығаруға болады деген төңіректегі сұрақтарға жауап жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Үй тапсырмасын Платонс платформасы арқылы күтемін. Сау болыңыздар.